Қымбатты білім алушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ондық бөлшектерді көбейту бойынша есептер шығарып үйренеміз. Ондық бөлшектерді көбейту ережесі: көбейткіш ондық бөлшектердегі үтірлер ескерілмей, натурал сандарды көбейткендегідей көбейтіледі. Бұнан соң көбейткіштерде үтірден кейін барлығы неше цифр, яғни ондық таңба болса, көбейтінінің мәнінде оң жақтан сонша цифр, яғни ондық таңба үтірмен ажыратылады. Нөмірі 842 есеп. Біріншісі 6,3 көбейту 1,8. Баған түрінде көбейтуді орындайық. 3 жердегі 8-ім 24, 2-сі ойда. 6 жердегі 8 48, 2-ні қосатын болсақ 50. 3 жердегі бірім 3, 6 жердегі бірім 6. Қосу амалын орындаймыз. 4, 3, 11. Ереже бойынша үтірден кейін 2 ондық бөлшектеде үтірден кейін 1 цифрдан тұр, яғни 2 цифр. Оңнан солға қарай 2 цифр жылжып үтірді қоямыз. Есептің жауабы 11,34. Екіншісі 5,6 көбейтілген 2,5. Баған түрінде көбейтуді орындайық. 6 жердегі 5-ім 30, 3 ойда. 5 жердегі 5 25, ойдағымен 28. 2 жердегі 6-ым 12, 5 жердегі 2-ім 10, ойдағымен 11. 0, 10, 3, ойдағымен 4, 1. Үтірден кейін бірінші ондық бөлшекте 1 цифр, екінші ондық бөлшекте үтірден кейін тағы да 1 цифр. Олай болса, 2 цифрдан кейін оңнан солға қарай жүріп үтірді ажыратамыз, яғни есептің жауабы 14. Үшіншісі 0,3 көбейту 1,5. 5 жердегі 3-ім 15, 1 ойда. 0-ді 5-ке көбейтсек 0 ойдағымен қосқан кезде 1 болады. 3-ті 1-ге көбейтсек 3, 0-ді 1-ге көбейтсек 0. 5, 4, 0. Үтірден кейін 1 цифр, мына жерде де үтірден кейін 1 цифр, олай болса 2 цифр. 1, 2. Жауабы 0,45. Келесі. Нөмірі 843 есеп. Бізге біріншісінде 17,4 көбейтілген 5,2 берілген. Баған түрінде орындайтын болсақ, 17,4 көбейту 5,2. 2 жердегі 4-ім 8, 7 жердегі 2-ім 14, 1 ойда. 2 жердегі 1-ім 2, ойдағымен 3. 5 жердегі 4-ім 22 ойда. 7 жердегі 5-ім 35, ойдағымен 37, 3 ойда. 5 жердегі 1-ім 5, ойдағымен 8. Қосамыз 8, 4, 10, 9. 17,4 дегенде үтірден кейін 1 цифр, 5,2-де үтірден кейін тағы да 1 цифр. Олай болса 2 цифрдан кейін үтірді қайтарамыз. Оңнан солға қарай 1, 2. Жауабы 90,48. Келесі. Екіншісі. 5,81 көбейтілген 1,5. 5,81 баған түрінде 1,5-ке көбейтсек, 5 жердегі 1-ім 5, 8 жердегі 5-ім 44 ойда, 5 жердегі 5-ім 25, 4-ті қоссақ 29. 1-ді 1-ге көбейтсек 1, 8 жердегі 1-ім 8, 5 жердегі 1-ім 5. 5, 1, 17, 7, 8. Үтірден кейін 2 цифр, 1, 2, мына жерде 1 цифр. Олай болса 3 саннан кейін, яғни 3 цифрдан кейін үтір қайтарамыз. 1, 2, 3. Жауабы 8,715. Үшіншісі. 1,142 көбейтілген 0,3. Тексеріп көрейік, баған түрінде қанша шығады. 2 жердегі 3-ім 6, 4 жердегі 3-ім 12, 1 ойда. 3 жердегі 1-ім 3, ойдағымен 4, 0, 0, 0. 6, 2, 4, 0.
Үтірден кейін 2 цифр, мына жерде үтірден кейін 1 цифр. Олай болса 3 цифр. 1, 2, 3. Жауабы 0,426. Номері 844 есеп. Біріншісі 7,122 көбейтілген 0,108. 7,122-ні баған түрінде 0,108-ге көбейтеміз. Екі жердегі 8-ім 16, екі жердегі 8-ім 16, ойдағымен 17 бір ойда, жеті жердегі 8-ім 56, ойдағымен 57. 0-ді 2-ге көбейтсек 0, 0-ді 2-ге көбейтсек 0, 0-ді 7-ге көбейтсек 0. 0-ді 2-ге көбейтеміз 0, 0-ді 2-ге 0, 0-ді 7-ге 0. Қосамыз. 6, 7, 7, 5, 0. Үтірден кейін 2 цифр, мына жерде де үтірден кейін 2 цифр. Олай болса 4 цифрдан. Кейін үтірді ажыратып қоямыз. 1, 2, 3, 4. Жауабы 0,10,000-нан 5776. Келесі. Екіншісі. 0,161 көбейтілген 0,1023. Баған түрінде көбейтеміз 0,1023-ге. 3 жердегі бірім 3, 6 жердегі 3-ім 18. Бірі ойда 0-ді 3-ге көбейтсек 0, ойдағымен қосылады 1. 2 жердегі бірім 2, 6 жердегі 2-ім 12. 0-ді 2-ге көбейтсек 0, ойдағымен 1. Мына жерде 3 0 түседі. Және мына жерде тағы да 3 0. Қосайық. 3, 10, 3 ойдағымен 4, 1, 0, 0. Үтірден кейін 2 цифр. Мына жерде үтірден кейін 1, 2, 3. Барлығы 5 цифр. Олай болса, оң қолымыздан сол қолымызға қарай санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Есептің жауабы 0,1400. Бұл жерде 100,000-нан 1403 жауабы. Келесі. Нөмірі 845. Енді бұл есепте бізде 37 көбейтілген 15 тең 555 деген есеп берілген. Осыны пайдаланып, енді біз көбейтіндінің мәнін табуымыз керек. Біріншісі 3,7 көбейтілген 1,5. Бұл жерде біз баған түрінде көбейтпей-ақ бірден көбейтіндінің мәнін табуымыз керек. Олай болса, бұл жерде біз тура осы 555 саны шығады, бірақ үтірден кейін 2, мына жерде 1 цифр, мына жерде 1 цифр болғандықтан 2 цифрдан кейін үтір қоямыз. 1, 2. Жауабы 5,155. Екіншісін тексеріп көрейік. 0,137 көбейтілген 1,5. Бұл жерде де дәл солай біз 555 деген жазуды жазамыз, бірақ алдында 0-ді қоямыз. Онда 0, 555-ті жазып аламыз. Енді санаймыз. Үтірден кейін 1, 2, мына жерде 1 сан. Олай болса 3 саннан қайтарамыз. 1, 2, 3. Жауабы 0,555. Келесі есеп 846. Көбейтуді орындамай-ақ салыстырып жұлдызшаның орнына үлкен кіші белгілерінің тестісін қойыңыздар дейді. Біріншісі 3,152 көбейту 0,5. Және мына жерде жұлдызша бар 3,152. Көбейтуді орындамай-ақ салыстырыңыз дейді. Екіншісін есеп жазайын. 7,102 көбейтілген 1,7. Мына жерде жұлдызша 7,102. Енді бұны біз баған түрінде орындамай-ақ бірден жауабын жазып көрсетейік. Бұл жерде 3,152-ні 0,5-ге көбейткен кезде бұл жақта бізде кіші сан шығады. Сондықтан бізде 3,152 көп болады.
Ал енді 7/100-ні 1/7-ге көбейткен кезде 7/100-ден 2 екеуін салыстыратын болсақ, мына сол жақтағы көбейтіндінің мәні 11/1934 болады. Ал оң жақта бізде 7/, сондықтан бізде 11/, артық болады. Яғни үлкен болады. Енді дәл осылай қалғанда осы әдіспен орындауға болады. Енді 848-ші есеп. Бұл жерде жай бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазыңыз дейді. 2/3 көбейтілген 1/1. Бірінші бізде мына жерде аралас сан берілген. Осыны жай бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазып алайық. Содан кейін барып есептеу жүргізуіміз керек. 2/3 көбейтеміз 1/1 тең. Орындап көрейік. Баған түрінде 3, 2, 3, 2, 3, 5, 2, 1, 1, 2 саннан қайтарамыз. Жауабы 2/153 болады. Келесі 849-ші есеп. Бұл жерде бізде шамалардың бөлігін табыңдар дейді. Ол үшін біз 7 килограмның 0,5-ін табыңдар дейді. Жазайық. Біріншісі 7 килограмның 0,5-ін табу үшін біз осы 7 килограмды 0,5-ке көбейтеміз. Ол 3,5 болады. Енді екіншісі 3 тоннаның 0,7-ін табыңдар дейді. 3 тоннаның 0,7-ін табу үшін, яғни санның бөлігін тауып отырмыз, көбейтеміз. 2/1-ге тең болады. Үшіншісінде бізде 8/1 метрдің 0,3-ін таппейді. 8/1 метр 0,3 бізде 2/143 болады. Келесі 850-ші есеп. Номері 850-ші есеп. Хоккей қақпасының ені 1,8 метр, биіктігі 1,2 метр. Хоккей қақпасының ауданын табыңдар дейді. Хоккей қақпасының ені А деп белгілейтін болсақ 1,8 метр, ал биіктігі H 1,2 метр. Осының ауданын табу керек қақпаның. Формуласы А көбейту H. Яғни S тең А-ның орнына 1,8, H-тың орнына 1,2-ні қоямыз. Екеуін көбейтетін болсақ, бізде 2/116 өлшем бірлігі метр квадрат болады. Б деңгейі. Өрнекті ықшамдап, мәнді тап. Біріншісі 5,2х қосу 8,3 қосылған 4,6х қосу 7,5. Мұндағы х-тен 0,5. Ең алдымен бұл жерде біз өрнекті ықшамдап аламыз. Бұл жерде санның жанында х бар. 15,2 біреу және 4,6х. Бұл екеуін астын бір сызып қоямыз. 8,3. Бұның қасында ешқандай х жоқ, және де 7,5. Бұның қасында да х жоқ. Олай болса, осы бір сызықты пен сызылғанды бір жақшанше топтастырамыз, ал екі сызықпен сызылғанды екінші жақшанше топтастырып жазайық. Бірденен жазайық. Енді 1,5/2х қосылған 4,6х.
қосу 8,3 қосу 7,5. Енді бірінші жақшаның ішінен бізде 15,2-ге 4,6-ны қосқан кезде бұл жерде біз ортақ көбейткіш етіп x-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсек те болады. Так, бұл жерде бізде 19,8 шығады. 19,8 қасында x көбейтіліп тұрады. Енді қосылған екінші жақшаның ішінде бізде 15,8 шығады. Өрнекті ықшамдап алдық. Енді мәнін табайық. Мына x-тің орнына мұндағы 0,5-ті қоямыз. 19,8 көбейтілген 0,5 қосу 15,8. Екі ондық бөлшекті бір-біріне көбейткен кезде және де одан шыққан санды 15,8-ге қосқан кезде нәтижесінде 25,7 шығады. Баған түрінде өзіміз орындап көреміз, оқушылар. Енді 856 есеп үлестірімділік қасиетті қолданып есептеңдер. Біріншісі 18,3 көбейтілген 0,5 азайтылған 5,181 көбейтілген 0,5. Үлестірімділік қасиетті қолданатын болсақ, тең екеуінде де 0,5 деген ондық бөлшек көбейтіліп тұр. Бірдей сан, сондықтан оны жақшаның сыртына шығарып, жақшаның ішінде біз 18,3 азайтылған 5,181-ді жазамыз. Жақшаның сыртында 0,5 ортақ көбейткіш болып, жақша сыртына шығарылды. Енді бұл жерде 0,5 сыртында, жақшаның сыртында ондық бөлшектің өзін жазамыз. Ал енді мынау жақшаның ішінен ондық бөлшектен азайтамыз. 3-тен 1-ді азайтсақ 2. 3-тің соңын 0-мен толықтырамыз. Өйткені үтірден кейін бізде мына жерде 1 сан, мына жерде 2 цифр тұр. Сондықтан 3-тен кейін 0-мен толықтырамыз. Жанындағы саннан қарыстырып 10, 10-нан 1-ді азайтсақ бізде 9. Мына 3 бір қарыз бергеннен 2 қалады. 12-ден 8 азайтсақ 4. Енді 8 бір қарыз бергеннен 7 қалады. 7-ден 5-ді азайтсақ 2 және 1 өзі түседі. Енді үтір бізде мына жерден қайырылады. 12-ден кейін үтір қойылады. 2 саннан кейін. Енді осы екеуін, мына ондық бөлшек пен мына ондық бөлшекті көбейтетін болсақ, бізде нәтижесінде 6,245 саны шығады. Енді 858 есеп. Заттың бағасы 720 теңге. Заттың бағасы алғашқы бағасының 0,125-не арзандады. Бұл кезде біз 720 теңге, яғни санның бөлігін табу тақырыбы бойынша біз екеуін көбейткен болатынбыз. Яғни санды бөлшек бөліне көбейтеміз. Бірінші амалымыз 720-ны 0,125-ге көбейтеміз. Баған түрінде көбейтіп, енді нәтижесін жазатын болса 180 болады. Енді біз 0,125-не арзандады десек, екінші амал осы 720 бастапқы бағадан 180 теңгені азайтып тастаймыз. Арзандады десе, олай болса, екеуін азайтқан кезде бізде 540 теңге болады. Енді екіншісінде осы заттың бағасын біз алғашқы бағасының 0,108-не қымбаттаған кезде заттың бағасы неше теңге болады дейді. Олай болса, бірінші амалымыз бұл жерде тағы да сол сан 720 санын 0,108 бөлігіне көбейтіп аламыз. Екеуін көбейтетін болсақ 57,6. Екінші амалымыз осы 720-ға біз енді қымбаттады десе 57,6-ны қосамыз. Нәтижесінде 777,6 болады.
Енді С деңгейін тапсырмасын орындайық. Нөмірі 865 есеп. Амалды орында. Жақша ішінде 24 азайтылған 15,7, жақша жабылған көбейту 6,4. Қосу 0,8 көбейту 11. Бұл амалды орындау үшін біз мына жерге белгілеп алайық. Бірінші орындайтын амалымыз біздің жақшаның іші. Бірінші орындалатын амал. Одан кейін жақшаның сыртындағы көбейту амалы. Үшінші амалымыз мынау көбейту амалы. Төртінші амалымыз қосу. Олай болса орындап көрейік. Бірінші 24-тен азайтамыз 15,7-ні. Яғни үтірден кейін үтірді қойып, нөлмен өзіміз толықтырамыз. Азайтуды орындаймыз. Бір қарыз сұрап, 10-нан 7-ні азайтамыз. 3 болады. 4 қарыз бергенде 3 қалады. 13 қарыз сұраймыз. 13-тен 5-ті азайтамыз. 8 болады. Қарыз беріп қойды. 0 орында қалады. Яғни бірінші жағдайда бізде азайту амалында жақшаның ішінде 8,3 шығады. Енді біз екінші амалымыз осы 8,3-ті 6,4 деген ондық бөлшекке көбейтеміз. Екеуі де ондық бөлшек. 3 жердегі 4-ім 12, 8 жердегі 4-ім 32, ойдағымен 33, 6 жердегі 3-ім 18, 6 жердегі 8-ім 48, ойдағымен 49. Қосамыз 2, 11, 12, 13, 5. 1, 2. 2 цифрдан кейін үтірді қайтарамыз. Келесі, үшінші амалымыз біздің көбейту амалы. 0,8-ді 11-ге көбейтеміз. 8 жердегі бірім 8, 0-ді 1-ге көбейтсек 0, 0-ді 1-ге көбейтсек 0. 8 жердегі бірім 8, 0, 0. 8, 8, 0, 0. 1, 2, 2 саннан кейін үтірді қайтарамыз. Төртінші орындалатын амалымыз осы мына екінші амалда орындалған көбейтіндіден шыққан 53,12-ге қосамыз мына жердегі көбейтіннің мәнін 0,188. 2-ге 8-ді қоссақ 10, 8-ге 1-ді қоссақ 9, ойдағымен 10, үтірді қайтарып қойық. 3, ойдағымен 4, 5 өзі түседі. Есептің жауабы 54. Оқушылар, егер де видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.